Yaratuvcu Rabbisi əlimdirdin. Birevge baylık verdin, kögen verdin. Yel birligin yegilip jırlasın dep akınның tangdayına ölüm verdin. Önerligi örüsken degen Kazak, Bağınaş önerdegi görenlerдің. Халық қалап отырса хан түйесін сояды ел алдында төмендермін. Ассалаумағалейкум алашыма ұрпағы қазақ дейтін кемеңгердің. Алматы телеарнасы айтыс жасап Шымкенттен алып ұшып жедел келдім. Жауабын осы жерде берейінші, көрінбей кеттіңіз ғой дегендердің. Тікелей қолдарымды алмасам да теледидар арқылы сәлем бердім. Тілімді шебер Алла жатып қылды. Жағымнан сабайыншы жақып жұрды. Мен үшін бүгін ерекше күн, көңілімді көншітті уақыт құнды. Айтыстың ақ патшасы ортамызда, табылғандай қуандым ақып құнды. Халықтың батасымен қуаттанған жүрсімдей көрдіңдер ме бақыт толды. Аламанның күлігі естілгенде азаматым орнынан атып тұрды. Сенсіз айтыс бекер ғой, аттап алтын берсе де жүкең керек екен ғой, 73-ке келсе де. Қиналсаң да көрсің, басқа түскен тағдырға, еңбегіңіз еленсін ел жұртыңның алдында. Сен де маған бөтен емессің, мен де саған бөтен емеспін. Өз қолыңмен бәйге бермесең, оған бұлай көкем емессің. Сәл жымиып күлмесең, бір түрлі боп кетер ғой. Қарсыласым кім десем, жолдас жаным екен ғой. Ағай деген гүлшерім, жанарымды қалдырып, жіберейін мен сенің жолдасыңды жандырып. Сен де менен кетер емессің, мен де сенен кетер емеспін. Бұл қылтаған батыстың қызын енді қалай мәпел емеспін. Адамдай ақыл ойы жетіспеген, айтпайын ел алдында екі-үш өлең. Жұлдызға жерге тұстап, аспандағы бұл алматы басыңа не түспеген. Жұлдыздың жарқырауын қараңыздар, маржандай шығатұғын ракүшкіден. Мынау деген табиғи сұлулық қой, бүйрегі ауырғаннан бетіспеген. Әдемілік дегенің осы емес пе? Әйтпесе көп жемеген, көп ішпеген. Шіркін-ай, бұл не деген жаратылыс, сендей тәтті болмайды-ау кекістеген. Армысың, ақын жұлдыз, батыр жұлдыз, байтақталан аман ба батыс деген. Батыр деген себебім Ақтөбенің екіспе бұлтаты ғой бекіспеген. Бас жағында жарқырап, аяғында
ақшаны қаттайған деп жан қалмады көзіңмен шекіспеген. Ақырында мандатың тоқтатылып кеткенде де кеттің ғой рекспенен. Өзіңнен сұрайыншы деген едім, жөн болар ар жағына кетіспеген. Ұйқастың соңыменен бітеді деп дір-дір ете қалды ма опыспеген. Қорықпа естіп жүрген әңгімен ғой, айтысып мұрадыммен мәкішпенен. Ал экс-депутатым жауап берші мұндайда ойларыңа не түспеген. Экспо дегендерді естіп жүрміз, жұлдызжан қалай екен экс деген айы. Шырқасаң жеткізесің әнмен айға, бұрқасаң қабағыңнан қар борайма. Жұлдызды әр итеріп, бері жығып, жолымды мақтау менен әлгі орайма. Сенің де саясаттан хабарың бар, жасауды меңгергенсің әбден айла. Ұйқастан дір-дір ете қалдың ба деп, айналдың кеп отырма сенгер ойға. Екстеп күлген нұрлан ең алдымен, көрмейме түсетінін сәуле қайда. Әсия апам жоғарғы кеңесінде депутат болғандығын аңдамай ма? Мен депутат Әсияның сіңлісімін, қазыдағы апамды мен деп ойла. Ақын деген даланың депутаты, билік халық арасын жалғамай ма? Ол рас мен депутат болған кезде үлес қосқым келіп еді сәл маңайға. Фаризаның өр рухын қондырған соң шындықты айтып жақпадым мен талайға. Мандатсыз-ақ үнімді жеткізермін, мазақ қылсақ маңымнан әрмен ойна. Экспонат секілді отырғаннан экс болған жақсы ғой әлде қайда. Сүйіп самал боп сыбырлаған, нұрланау белгілі ғой сырың маған. Екстің ұйқасын көп естейсің деп, мысқылыңды арнадың бүгін маған. Қазақтың тәрбиелі ару едім, ұятсыз нәрселерге бұрылмаған. Әр нәрсені айтатын сен дейсің де, ұрғаштың бәріне жымыңдаған. Өзің айтқан нәпістің атырауда, артық жерін сөз қылып қырындаған. Бісміллә, үміт үзбей бір алладан, құл алла қуат бер құран маған. Алматы Арожданның астанасы, тал бойына тектілік тұмарлаған. Хан тәңірі қазақтың қан тамыры, зеңгір көппен таласып шығандаған. Хан шайбынды болса да дұшпандары, Райымбектің өр рухын жыға алмаған. Қарқара дүмпуінде ұлтты бастап, Тұрлы Қожа бабамыз ұрандаған. Жастарын желтоқсанның ызғарымен, бодандықтың шылбырын бұғаулаған. Жүрегейді көліне қондырмапты, тұманданып жатқанда тұрандалап. Қасіретті қаңтарда қаңтарылып, жан барма өр намыстан туа алмаған. Әділеттің басында сен тұрасың, теңсіздіктің тепкісін құп алмаған. Асқар тауың астасып бұлттарменен, баурайында шалқиды қырандалам. Алматы әділеттің бесігісің, аспанында ай қалқып күн аунаған. Армысың Қартал атау төбесіне, күннен басқа ешкімді
Халқыңды айтыстарда қуанта бер, даңқыңды түсірмесін көрден Аллам-ай. Ауылға болып жүрген таудай болған, бұрылдым ақ құрдасқа қандай болған. Көзіңнен айналайын тұздай болған, сөзіңнен айналайын баудай болған. Нұрланды көрсетерем десе біреу, кешегі сал серілер қандай болған. Көк көзімен дөп сөзі бұл жігіттің, еске салар тұлғаңды тауға айналған. Есенқұлдың нұрланы келді алдыңа, Есенқұл Жақыпбектен аумай қалған. Сөздеріне бір сеніп бір алданып, арасында хат жазып жыр арнадық. Қыз біткенді ілесің қармағыңа, айтқанымның бәріне куәм қалып. Жан саяны телефон ал өзіңді, зарядка дегеніңде қуанбадым. Бота көзге орамал салғаныңның арғы жағын ел жұрттан біле алмадым. Қырғыздың нұрайымын апталам деп Шымкентте әуеніңнен сыраңдадым. Алтын гүл жеңе-жеңе бата алмапсың, қалғанымыз ойыңды ұға алмадым. Бәрімізге айтасың сүйеміз деп, қайсымыз бұл нұрланнан гүл алмады. Жеті жерден желгенді қиямыз деп, жеті сұлу назарын тұр аударып. Ақын болама жолға шықпай, келгенімде жырлайын мен де асықпай. Сал серіде өзіңді айтыс сайын, жігеріңді келеміз тек жасықпай. Тоқ етерін өзіңнің айт ел алдында, миымызды біздің де енді ашытпай. Жаңа сұлу көргенде бізді ұмытып, әп сәтте айналасың сен ғашықтай. Тоқайыпты көргенде томпан қалып, елбасыны ұмытқан перуашықтай. Дейсіңді мына маған перуашық, қайтесің өткен күнге кері басып. Перуашық елбасын ұмытқан жоқ, кеткенде жыламақ бет өңі қашып. Мен де солай өзіңді ұмытпадым, мына нұрлан көзіңе әлі қашып. Қойыңды бастан күне айтайықшы, жаманырын бастамай жамырасып. Қайрағы жоқ адамды айтамыз деп, ақыр соңын отпайық аңырасып. Жігіттер жарасады жайнап салған, сұлуға жарасады ойнақ салған. Екісте бұлғақ десен толданасың, қара судай бір құлдап қайнап салған. Орныңнан тектен-текке алған жоқ қой, тақыр жерде болғанда тайғақ шаруан. Депутат екендігін пысқырмастан тиктоктың да төрінде ойнақ салған. Нұрланды саясаткер деп қояды, өзі ғой сөз даусына шайнап салған. Фариза мен Әсия апаларды қалқан қылсаң оңама жайлап шаруан. Әсия апам ол менің өз апам ғой, хабардар болып отқан жай жапсардан. Апамның аңғалдығын пайдаланып, қайраққа болмайды ғой қайрақ салған. Негізі саясаткер сен екенсің, апасын баласына айдап салған. Айтысқанға шығады анық даусың, қараңға жарасады халық даушын. Есенқұл Жақыпбектен алмайсың деп, жаныма баға жатыр жағып даусың. Рахмет ол адамға ұқсаттың ғой, төбеміз бүгін көкке барып қалсын.
Ұқсаққым келіп отыр, алайда бұл әңгіме жабық қалсын. Әсия дейін десең толықтаусың, Әселхан дейін десең арықтаусың. Ағайын Нұрлан дейтін ей бұлбұлың ем, айқасқан осы айтыстың мың гүлімен. Болғас жан саяның жырғылып ем, алтын гүлді жеңгем деп күлдіріп ем. Бота көзді ботам деп еркелетіп, нұрайымды шуақты нұр қылып ем. Ал жұлдызды жанындай жақсы көріп, ғашықтық сезімімді білдіріп ем. Қыздардың қайсысыны шықсам дағы, қырдағы қызғалдақтай гүл болып ем. Бұлар болса желкенді қиямын деп, қызғанып отыр білем бір-бірінен. Маған да жоқ дегендей, саған да жоқ, бұлардың жан шошиды тірлігінен. Жетеуін кесетіндей желкемізді, еңгімнің шұқылап ем кіндігінен. Олай болса сұлулар бірлесіңдер, жазаның ауырлығын білгесіңдер. Ашылса көбелектей гүлдесіңдер, ашуланса шығармас түрмесіңдер. Еркек тоқты құрбандық мен болайын, сендер ақ тек бақытты күн көшіңдер. Бірақтар ескеретін бір жағдай бар, осы жағын ойланып үндесіңдер. Кесетін жердің бәрін қидым саған, тәуекел демес бұрын тілдесіңдер. Жетеуің жеті жерден қидаламай, жеті рет өлшеп алып біргесіңдер. Жолыққан шымғаланың серкесіне, таңым бар ақтөбенің еркесіне. Айтпақшы желке жайлы, ойыма желке жайлы, жақсы салдың осы жағын айтайын мен көзіне. Қайбір жыл Ермановқа хабарласып, көкемнің түсіпті ғой ертесіне. Қызбандап мойыныңды жазам депсің, жетсең болды батыстың өлкесіне. Жұлдызға сенген жүкең жолға шықты, теңгесін салып алып сөмкесіне. Барып көрсе емшемес, долдыр емес, көріп кел отыр дейді кем көсіне. Кемеңгерді апарған көріп келге, қайрамын ақылымның келтесіне. Әлгі бақсы бас салып, умаждапты көкенді орап алып көрпесіне. Ойының тұрмақты біздің жүкең, орын тұралмай қалыпты ғой ертесіне. Алматыға жапқызып қайтарыпты, жүріп барған адамды жер төсіне. Тізесі ауырғанда тағы кетсін, таяғына қарайсың семтесіне. Омен қоса желкенді қияндайсың, жұлдыз ал желке көрсең сен қосыне. Көкемді қорлағаның аз болғандай, інісінің көштің бар желкесіне. Қайтеген Нұрлан деген сойынылды, қолданып сайлап кепсің дойырыңды. Көріп келге қараттың көкемді деп, жұлдызға тағып жатсың айыбыңды. Бар шындықты жүкеңнің өзі білер, құпияға толтырма қойыныңды. Ермановтың ем-домын жасаттырсақ, қалағаннан тезірек айығуды. 70 жастың желкесін ұстағаны, біздегі ниеттен ғой қайырымды. Інісі
kişilikpin oluppun boy. Sansız bap, tümen baptın yelimin dep, jay кезде ruhundu tirilttin boy. Sizler жаққа емшілер көп дейді ғой, сен бірақ өз ағаңды ұмыттың ғой. Bir жағынан жүкеңнің бар көңілі шынға емес ақтөбеге бұрып тұр ғой. Ол кісі де көреген адам еді, кімге сенбеу керегін біліп тұр ғой. Болдырған мақтауыңды асырама, жұлдызсыз қуанышын жасырама. Апалардың өнерде жолын берсін, еңбекпенен кірген ақ шашына да. Халық ақын атанған аяулылар, солардай болсам ақын асылана. Фигурам ұқсамаса ештен етпес, қазіргім еліктеудің басы ғана. Қартайғанда ұқсармын Әселханға, жас кезімде ұқсадым Әсияға. Жігітен өр намыстан атқа қонар, отан үшін алдыңғы сапта болар. Саған айдап салғам жоқ ешкімді де, Әсия апам әділдік жақта болар. Өйткені айтыста бол өз анаң ғой, саған деген пейілі әппақ адал. Бүкіл әлем қарсы боп тұрса дағы, ана жүрек баласын ақтап алар. Ел отыр айтыс күтіп ауыз ашып, мен тұрмын сөздеріңе қарным ашып. Депутат деп қақсап қалдың, кетпесін арғы жағы дау бұласып. Алматарына біздерді алдырды ғой, көрікті қыздырсын деп ән құрасып. Тақырып бір жан салға арналғанда, сері боп қаймананың алдын ашып. Бүгінгі бір жан салға ұят болар, отырса сара қызбен салғыласып. Жинағанда бар адамды, қыздарың қыздырсыншы аламанды. Иттайтып мандатыңнан айырылдың деп, жынды қылып жібердің сау адамды. Мен негізі балдарды ойлап жүрмін, сол ойласам жүрегім жараланды. Қорған болу орнына біздің қоғам, қолдан қырып жатырмыз балаларды. Асылдықпен зорлаған ұл қызыңды, аурудан айырмаймыз сау адамды. Жыл сайын жолда қанша бала өлет, аңырап қанша кемен ана қалды. Тірідей төрт періште өртеніпті, өзегімді өртейді қарағанды. Ит талаған балалар және де бар, ауыздықтай алмадық қабағанды. Соның бәрін айтып ем мәслихатта, бұл нұрлан біледі тек қаралауды. Біздерге ондай заңның керегіне, сарсаңға салып қойған санадамды. Қамбыған төбеттерге қамқор болып, қорғай алмайтын болсақ балаларды. Тұрғанның кеудесінде өлең екен, ән салса еріксізден елең етем. Судан таза, сүттен ақ түріңнен сол, бүгінгі отырысың бөлек екен. Кей кезде күлмедейді түйе болып, төстеріп мақтанудың шебер екен. Жеті рет өлше деген мақтанышың, екі рет өлшеу көзі келем екен. Жұлдызжан жүрегімді жырайын дейін,
bana жатsan oyunumdu özüne buran deyin. Şükür Allah der hazır 4 balam var. Şaratkanın bergeni şıgar deymin. Osunu bilgin şuldu şınındaydı. Osuna o kasiyetimdi oğar deyin. Yetinci rет ölçeуге келемедip, өзіңше сабыр болсын сұрау қиын. Еркекке екеу деген не болыпты, төртірен өлшеп қойған бұған дейін Ол рас көкем мұхит, көкем теңіз, демеймін ауырғаныз жөтелтеміз. Шындықты айтқан кезде шырқыр болып шытынап кеткендей ме бөтел көңіз. Шымкентті қаралап кеткеніңде тату тәтті емес пе екі өлкеміз. Ер мамыт Шымкентке сенбейді деп толғандай сөйлейсің ау тәпелкеңіз. Басқаша біздің шақтың емшілері қайта бізден үлгі алсын көп өлкеңіз. Біз бірақ ер мамытты шақырмадық, себебі халық санын көгертеміз. Көкеміздің шипасын таппасақ та, көтерілген әйелді көтертеміз Төгіліп тұрған дайма аспан нұры, талақтының шығады тастан гүлі. Теларна төленерге түрін берсе, іздеп жүріп көрсе ғой жастарын оны. Алматы арнасына алғысым зор, айтыспен жасап берген бастаңғына. Шырқынатын жан әлемі, әр ақын жүрген үшін бағалайды. Шымкентті қаралап кеткенім жоқ, Ақтөбені таңдаған ағаң еді. Әйелді көтертеміз дегеніңе күпірлік жасамасаң жарар еді. Сәби беру жаратқан ісі ғой ол. Емшілер құдай емес адам еді. Құрсаққа бала берер біреу болса, қоңайыптан бір ұрпақ қалар еді. Үшінші айымыз арналды жүлдетіне, Біржан менен Сараның құрметіне. Шымкенттік серімен сөз сынасын, осы жолы бұйырды міндетіме. Үшінші рет кеп тұрмын осы айтысқа, қызыл тілім қалмасын күрметіле. Қарсылас жігіттерім жүлде алады, мен қарап отырам ба құрметіне. Ерке бұлар қазы болып кетті қазір, қаймақтай қалқып шыққан су бетіне. Ер кезегі үшке дейін деген бабам, жұлдыздың алатындай бұл ретіме. Осындай жоба жасап, таңғалдырған мың алғыс Алматының құдіретіне. Көлеңке түсірмеңдер күн бетіне күпір етті, ниетін біле білсек бүтін етті. Қонайыптан бір ұрпақ қалмады деп маған қарсы қоймасай үкіметті. Қонайып Шымкентте емделген жоқ, жазылған тағдырына шүкір етті. Қайыстай қара сөзім құралады, Алла десем аузымнан жырағады.
başta sizge ziyaret kıl. Allah'dan bir perzenti surağanı, tilegin çalgız Allah kabul etip, alpamız kep dünyada kuvanadı. Bala gezden şattagan çırlarının ertegi emeş çıkar sıra beri, yemşilerden mıhtı dep otkanın çok. Aytkanımda çoldurcan oğaladı. Takvalık adamda mıhtı olsa Allah'a tercih edip dualara Екінші айналымның шарты бойынша экранда көрсетілген бір яшықты таңдайсыздар. 5-ші яшық. Яшықтан бері туғанына 120 жыл толған қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушылардың бірі Әбілхан Қастеев шықты. Ақындар суретші Әбілхан Қастеевтің өмірін өлеңмен кестелеп, суретін бейнелі сөзбен салатын боласыздар. Сейчас стоп, тағы бастайық. Қазір по команде. Мен Кім бастайды? Мен ба, айым ба? Айнұр. Алып кеттік, шапалақ. ал құрметті ақындар, екінші айналымның шарты бойынша экранда көрсетілген бір яшықты таңдаңыздар. 5-ші яшық. Яшықтан бері туғанына 120 жыл толған қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушылардың бірі Әбілхан Қастеев шықты. Ақындар суретші Әбілхан Қастеевтің өмірін өлеңмен кестелеп, суретін сөзбен салады деп сенеміз. Сәттілік. Артыстай елескенде дүрмектеген, жұлдыздың жүрегінен жыр кетпеген. Қастиып шыға келді ұяшықтан, Әбілхан қазақ үшін құрмет терең. Гүл қаламды сыйғызып қыл қаламға, ықыластан басқаны жүлдетпеген. 120 жыл болған бабамыздың ұмтылдың ермек еңбектерін білмекке мен. Хат Жамбылдана Абай Дара Шоқан, аман келді бейнесін тірнектеген. Қазақтың суреттеп бейнесімен арудың әппағарын кірлетпеген. Нұрланда оңтүстіктің оғлан еді, Қастиып салған жолды үлгеткенең. Бір тал шашын сұлудың бір күн жырлап, қыздарды қызықтырып суреттеген. Сөзбен сурет салатын құрдасына, сөзге дегім берейін, құрметпенен аяйын. Көк аспанға күн керек, көк жалдарға түн керек. Суретшіге бояуы, сұлуларға гүл керек. Сағаттарға секундтар, ғасырларға жыл керек. Тыңдау үшін қос құлақ, сөйлеу үшін тіл керек. Одан да асып өтерміз тақырып дейтін түрбігет. Қалқаламның шеберін жырлаудан асқан жүлде жоқ. Ұяшық өзі көрсетті, айту керек біз кімделеп. Әбілхан сынды заңғарын қалдырған бізге мың дерек. Қазақтың сурет өнерін бүкіл әлемге паш етті, қайраткерлік қой бұл демек. 2000-нан асатын туынды қалды алтында, көрмеде қанша гүлгенеп. Қазақтың байтақ даласын, бір туар батыр бабасын, бейнелеп бізге қалдырды, шаттыққа шіркін тұр бөлеп.
бүгінгі біздің қоғамға Әбілхандай ұл керек, олай дейтін себебім жылқыда да жылқы бар, Кабир ханы бір бөлек, жігіттіріп жігіт бар, Әбілханы бір бөлек. Салғаны сан бояумен әдіптелді, қастайып қаншалықты дәріптелді. Әбілхандай бір туар тұлғамызға, тұлғалардың қай кезде де бағасын халық берді. Қастайыптың алдында қарыздарымы жұртымның жоғалғанын тауып берді. Кенесары секілді бабамыздың бейнесін көз алдына алып келді. 300-дің баласына даңқы жеткен бір жан салдың суретін салып берді. Аман келді батырдың қас тұлғасы, атамның қаламынан жарық көрді. Қапшағаймен медеудің құрылысын картинка беттерінен анық берді. Әйтпесе сол заманда айтынғаншы осы отырған қайғысы болып көрді. Атамның еңбегінің арқасында тарихын ұрпақтарын танып көрді. Кейбіреуді әулие санап жүрміз, кейбіреуді жұлдызға балап жүрміз. Қастайыпты қастерлеу керекпіз біз үшін солақ батыр, солақ жұлдыз. Себебі хандар менен даналардың сұлбасын сөз қылуға чарап жүрміз. Баяғы бабалардың бейнесіне қастайыптың көзімен қарап жүрміз. Айналдым жұлдыз жанның жанарынан, айналдым жұлдыз жанның талабынан. Ақырай осы қыздың ішкен асы көрініп өтетіндей тамағынан. Шіркін-ай мына қыздың ағынан ойны үзіліп тізетіндей сабағынан. Қас сұлуға қол соғып қойсаң баршы, қастайыптың туғандай қаламынан. Жұлдызжан парасатың барақылың, ардақтаған жансың ғой ана тілің. Сенімде түрлі өнерің бар, жөнің жоқ өзгелерден қалатының. Біреу білсе біреуге жұмбақ шығар, жұлдызжан сенің сурет салатының. Бұл өзі аққу дейтін құсты салат, қызыл жасыл керемет түсті салат. Төрттілікті тамаша табиғатты қала берді ауызбен тісті салат. Осылардың суретін біздің жұлдыз Инстаграм парақшаға күшті салады. Көрдіңдер ме қаруын кезенгенін, Нұрлан жан сен емессің межем менің. Әр адамның ішінде суретші бар, қағаз қағын сүрер сөз өрнегін. Адам түгіл ысқырған аязда
Ақ білек қамар сұлу қалың малды әйел теңсіздігі деп қабылдармын. Қастиып қаламымен суреттеген қасіретті тағдырын арулардың. Қалың малға сатылған қалыңдық деп қыздарды суреттепті жамылғанмын. Ал бүгінде заманның бәрі өзгеше, жасалатын салттар мен сарындардың. Жас қыздар әкесіндей еркектердің жанынан қымсынбай-ақ табылғанмын. Мына заман қалың мал бұлай тұрсын, заманы ғой қалтасы қалыңдардың айы. Қырық үйден қисақ деп еркелерді, арулардың алаңдатар ертең елді. Нұрлан жан оңтүстіктің оғлан ең, серісің бадана көз көркеміңді. Сіздің жақта қалың мал көп дейді ғой, салт дәстүрді ұстанар ең көлемді. Бет ашып арнау айтып той жүргізіп, өзіңде кезіп жүрсің өлкелерді. Сондықтан саған сауал қояйыншы, ақылыңа сүйеніп ең кемелді. Ең төменгі жалақы 85 мың, қалың мал қанша боп тұр ең төменгі айы. Жұлдызжан қалай бет алады, сонша сұрақ қойғаннан не табады. Ең төменгі қалың мал қанша екен деп бұзып жарып өтпекші шекараны. Кейбіреу үйір жылқы берсе, біреулер інгенімен боталады. Бұл бүгін қазағымның кәдесі ғой, 2 жас қосқаннан соң 2 араны. Шамасы жеткенінше бермейді ме, арада қалу керек атағаны. Бүгінгі қалың мал көбейгеннен пайда бар ма, бойдақтың азаймаса қатар әлі. Бүгінгі кей сұлуға құлақ түрсең, қалыңға ұшақ сұрап қаталады. Бетімен кеткендерді тоқтатпасақ, оларың одан сайын оталады. Адамдардан қанағат кеткен кезде, қолдағыны менсінбей қотарады. Осылай кете берсе түптің түбі, адамдың саудасына апарады. Қаншама суретшінің түнін ұрлап, қаншама суретшінің күнін ұрлап, дүниеге туынды келеді екен. Адамдар шеше алмайтын түбі жұмбақ, соның бірі дейді ғой Мона Лиза. Да Винчи салған екен мұны жылдап, соның құны дейді ғой өте қымбат. Айтқандардың көрген жоқ тілі құрғап, алмаған қасты епке жетері жоқ. Қазақта Әбілхандай ұлы қымбат, Да Винчи салып кеткен Жакондадан Жамбылдың суретінің құны қымбат. Тамаша әзілменен, керемет сезімменен, бір сақат өте шықты, айтысып өзіңменен. Жұлдыздар аласып, 30-дан қарамасып, эфирден айта алмаймын, далаға шық, далаға шық. Бәріндей ізгіліктің келмейді сізді ұмытпын. Айшықтай алдық бекен, айтысын қыз жігіттің. Жұлдызды